Қоянның үйшігі. Ертеде орманда түлкі болған. Түлкі өзінің үйін мұздан жасаған. Ал қоян өзінің үйін ағаштан жасаған. Қыс бітіп, көктем келгенде түлкінің үйі еріп кетеді. Не істерін білмей жүрген түлкі қоянға келеді. Қоян, сен мені өз үйіңе кіргізші, мен сен үйіңде паналайыншы, деп түлкі қоянды алдайды. Сөйтіп, үйіне кіріп алған түлкі жылынып алып, қоянды қуып шығарады. Үйінен шыққан қоян жылап жолда келе жатқан кезде алдынан ит шығады. Ыф! Қоян досым, неге жылайсың? Қалай жыламаймын? Түлкі мені алдап, менің жылы үйімді тартып алды. Енді менің үйім жоқ. Ыф! Жүр, мен саған көмектесемін, деп екеуі үйге келеді. Шық кәнекей түлкі, босат кәнекей қоянның үйін, босат. Шықпаймын. Егер мен шықсам, саған жаман болады. Мен сенің быт-шытыңды шығарамын, деп түлкі итті қорқытады. Оны естіген ит қаша жөнеледі. Сөйтіп қоян тағы да үйсіз қалады. Жолда келе жатып, жылап келе жатқан кезде алдынан аю шығады. Қоян, сен неге жылайсың? Қалай жыламаймын? Түлкі менің жылы үйімді тартып алды. Енді менің үйім жоқ. Жүр досым, мен саған көмектесемін. Жоқ, ит жаңа қорқып қашып кетті. Жүр досым, мен түлкіні қуып жіберемін. Сөйтіп олар үйшікке келеді. Әй, түлкі, шық кәнекей, босат кәнекей қоянның үйін. Шықпаймын. Егер мен шықсам, саған жаман болады. Быт-шытыңды шығарамын. Оны естіген аю қорқып қаша жөнеледі. Сөйтіп, қоян үйсіз қалады. Жолда жылап келе жатқан кезде алдынан әтеш шығады. Кукарику! Қоян досым, неге сен жылайсың? Қалай жыламаймын? Түлкі менің жылы үйімді тартып алды. Менде енді үй жоқ. Кәне, жүр, мен саған көмектесемін. Жоқ, әтеш, сен маған көмектесе алмайсың. Ит те көмектескісі келді, аю да, бірақ олар қорқып түлкіден қашып кетті. Жүр, кәнекей, мен саған көмектесемін. Сөйтіп, екеуі үйшікке келеді. Әтеш дауыстап ән айтады. Шөп шабамын, түлкіні іздеп табамын. Түлкі үйден шықпаса, оны да шалғынша шабамын. Оны естіген түлкі қорқып, қазір, киініп жатырмын, қазір шығамын. Әтеш тағы дауыстап, шөп шабамын, түлкіні іздеп табамын. Түлкі үйден шықпаса, оны шалғынша шабамын. Қазір, тоқта, қазір шығамын, деп дауыстай бастайды. Бір кезде, қазір. Әтеш тағы дауыстайды. Шөп шабамын, түлкіні іздеп табамын. Түлкі үйден шықпаса, оны да шалғынша шабамын. Қазір, деп түлкі қорқып қашып кетеді. Сөйтіп, әтеш досы қоянға көмектесіп, үйін қайтарып береді. Қоян қуанып, ой досым, саған көп рахмет. Сөйтіп, қоян қайтадан өзінің үйшігіне келеді.